7 сынып оқушысы Көбеген Ақберен Ұлы Отан соғысының ардагері Тұрмаханбетов Шолпанқұл атамыздың тұрған үйіне келдік. Шолпанқұл атамыз туралы қысқаша мәлімет бере кетсеңіз. Шолпанқұл Тұрмағанбетов менің жездем, екінші әкпемнің жолдасы болатын. Ол кісі осы Мойынқұм колхозында мынау Ұлы Отан соғысынан кейін дүкенші болып істеді ол кісі. Ол кісі мынау сауда техникумын бітірген әкпем екеуі мына қазіргі Мойынқұм ауылының орталығында қазір магазин бар. Ол магазинде өзі бір тарихи ғимарат өзі. Қазір пәтер қылып алды оны жекешелендіріп. Сол кісі сол жерде дүкенші болды. Кейіннен ол кісіні қызметін жоғарылатып, Мойынқұм селпосының төрағасы болды ол кісі. Сонымен пенсияға зейнетке шықты ол кісі. Ол кісі мынау мемлекеттің жұмысыменен бірге үй шаруасына да өте ыңғайлы, өте ұқыпты кісі болатын. Мынау қазір біз сол кісінің Жиенбет ауылындағы өзі тұрған үйдің бау-бақшасында тұрмыз. Енді бау-бақша қазір бұрынғы ол кісінің кезіндегідей емес. Ол кезде жүзім, сол жүзімнің көлеңкесінде біз өзіміз ойнайтынбыз. Алма неше түрі болатын, сол алманы қызықтайтынбыз. Сондықтан сонымен қатар басқа да көкөністерді өте жақсы күтіп баптайтын ол кісі. Осы кейін зейнетке шықты, кейін сол 90-шы жылдардың бас жағында сол дүниеден өтті енді ол кісі. Шолпанқұл Тұрмаханбетұлы 1920 жылы Шу ауданы Мойынқұм ауылында дүниеге келген. 1930 жылы Новотроицк ауылындағы қазақ орта мектебін үздік тәмамдады. Білімі арнайы орта Шымкент сауда техникумын бітірген. 1940 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылды. 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагері Украин, Беларусь фронттарында Тула, Смоленск түбінде 1-ші взвод, 2-ші рота, 12-ші атқыштар полкі қатарында шайқасқан. Соғысты 1945 жылы Кенигсберг қаласында аяқтаған. 1946 жылы әскерден елге аман-есен оралып, әсепкөр халық қызымен отау құрды. Жұбайымен бірге 3 ұл, 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Балаларынан 15 немере, 21 шөбере өрбірген. Соғыстан кейінгі бейбіт заманда кеңестік сауда-саттық саясатын орнықтыруда орасан зор еңбек сіңірді. 1947-70 жылдар аралығында дүкен меңгерушісі, Дружба совхозы жұмысшылар кооперативінің төрағасы жұмыстарын атқарды. Кеңес одағы коммунистік партия мүшесі, ауылдық және аудандық кеңестерінің депутаты болып сайланды. Лениннің туғанына 100 жыл мерекелік медалімен, Ұлы Отан соғысы 2-ші және 3-ші дәрежелі ордендермен, фашистік Германияны жеңгені үшін, Украинаны азат еткен үшін, Белоруссияны азат еткен үшін, Кенигсбергті азат еткен үшін медальдарымен, Ұлы жеңістің 20 жылдығы, Ұлы жеңістің 30 жылдығы, Ұлы жеңістің 40 жылдығы мерекелік медальдармен, тың жерлерді игерген үшін медалімен, кеңестік сауда-саттық жұмыстарының үздігі төсбелгісімен және басқа да мерекелік медальдармен марапатталған.